Ұстаздардың ұстаханасы атанған Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің тәрбиесі және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры Түймеш Дәрішева 60 жасқа толды. Мерейтой иесінің саналы ғұмыры аталған оқу орнымен тығыз астасып жатыр. 1985 жылы осы жерде қолына дипломын алған жас маман білімнің қара шаңырағында өз еңбек жолын бастаған еді. Осы күнге дейін Махамбет университетінен дәріс алып, үлкен өмірге қанат қаққан сан түлектердің өз алдына дербес тұлға ретінде қалыптасуына Түймеш Малбағар қыздың сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Ұстаздың бақыты шәкірті. Дәл осы күні мерейлі жасқа толған ұстазын алғашқы болып шәкірттері құттықтаса, бұдан соң ыстық ықылас пен жүрек жарды тілектер ұжымның профессор оқытушыларының құттықтауымен жалғасты. Для нас тоже это очень большой праздник. И поздравляю вас с этим днем. Я хочу пожелать самое главное, чтобы тот коллектив, который сейчас пришел, искренне будет вас поздравлять. Все эти пожелания сбылись. От себя лично я хочу пожелать вам самое главное – здоровье. Здоровье. Вот в наше время сейчас здоровье, мы все понимаем это. Все остальное приходит, уходит. Самое главное – это здоровье. Поэтому благодарных учеников, счастья, успехов – это всего самого-самого доброго. Дәуірдің дара ұстазы атты мәдени шара бұдан соң облыстық қазақ драма театрында жалғасты. Бір кездері Махамбет атындағы университетте білім алып, бүгінде жемісті еңбек етіп, түрлі салада қызмет атқарып жүргендер өздеріне өмірлік бағыт бағдар берген ұстазын құттықтай келіп, өздерінің сый-сияпаттарын тарту етті.